Достар, біздің арна сізге бүгінгі видеода Садриддин Ахмедовтың өмірбаяны, оның балалық шағынан бастап бүгінгі күнге дейінгі маңызды оқиғалардың есебін сынады. Садриддин Ахмедов 1998 жылы 31 қаңтарда Түркістан облысы Жетісайда дүниеге келген. Одан басқа отбасында тағы 4 апасы бар. Оның есімін туыс әпкесі қойған. Садриддин араб тілінен аударғанда ислам діні мақтанышы дегенді білдіреді. 2015 жылы Қарағандыда ғалым Жарылқаповты еске алуға арналған жыл сайынғы халықаралық турнирдің ашылуы кезінде жас Ахмедовке жеке қолтаңбасы бар қолғапты Қазақстанға жиі келетін атақты американдық боксшы Рой Джонс сыйға тартты. Садриддиннің айтуынша, бұл қолғап оның тұмары болды және оған әрқашан сәттілік әкеледі. 10 жасында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Мәулет Ыбырайұлы Мұстафиннің қолына түсті. Мектеп жылдары Ахмедов бірнеше түрлі турнирлерді жеңіп, содан кейін Қазақстан жастар құрамасына шақырылды. 2016 жылдың қараша айында Санкт-Петербургте жастар арасында әлем чемпионатын жеңіп алды және 2016 жылы Қазақстанда жылдың үздік жас боксшысы болып танылды. Осыдан кейін 19 жасар спортшы үлкендер арасында ұлттық құрамаға шақырту алды. Ол жақта Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов және 2017 жылғы әлем чемпионатының жүлдегері Абылайхан Жүсіповпен 69 келіге дейінгі қазақ салмағында бірінші номер болу құқығы үшін бәсекелесті. 2017 жылдың сәуір айында осы салмақта Таиландта беделді жарыста корольдің кубогын жеңіп алды. Рио-де-Жанейродағы 2016 жылғы Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері өзбек Шахрам Гиясов онымен финалдық кездесуге шықпай қалды. 2017 жылдың маусым айында Астанада Қазақстан президентінің кубогын жеңіп алды. Финалда өзбек боксшысы Бобо Усман Батуровты тізе бүктірді. 2017 жылдың қазан айында Ахмедов кәсіпқой рингке ауысуға шешім қабылдады. Ол канадалық Eye of the Tiger Management промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырды. Бұл промоутерлік компанияда Батыр Жүкембаев, Абылайхан Құсайынов, Нұрзат Сабиров сынды қазақ боксшылар бар. Кәсіпқой рингтегі алғашқы жекпе-жегін 2018 жылы 7 сәуірде Квебекте Бейнетрон орталығында өткізді. Акула деген лақап-атпен танымал мексикалық Тони Баррерасаны 31 секундта нокаутқа түсіріп, өзінің агрессивті стилі үшін Артуро Гатти деген лақап-ат алды. Хосе Антонио Вильялбос, Дэниел Вега Кота, Абрахам Хуарес, Элюит Мелендес Роча, Хосе Франсиско Зунига, Хесус Хавер Мендоса, Густаво Гарибай, Ариэль Алехандро Земпедри, Джонни Наваретте, Йоханс Рубасында боксшыларды жеңді. Садриддин Ахмедов кәсіпқой рингте 11 жеңістің 10 мәртесін нокаутпен жеңген. Алматыда өткен жекпе-жегінде 10 раундтың қорытындысы бойынша төрешілер шешімімен айқын басымдылықпен жеңіске жеткен. Олимпиадаға қатыспағанына, Олимпиада чемпионы болмағанына еш өкінбейтінін, кәсіпқой рингте биік шыңға жету, өз атын ойып қалдыру Садриддин Ахмедовтың бала күнгі арманы екенін айтады. 2009 жылдың 3 тамызында Ахмедов отбасын құрды. Қазақстандық бокс жұлдызының қалыңдығы 2018 жылы 17 жасында кешью солисті болған әнші, кейін топтан шығып кеткен Ақбота Құрманғали. Үйлену тойлары Нұр-Сұлтан қаласында өтті. Қазіргі таңда Канаданың Монреаль қаласында тұрады. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Комментке келесіде қай спортшы жайлы видео мәлімет білгіңіз келетін жаза етіңіз. Сіздермен бірге болған ERA X арнасы. Келесі кездескенше.